Адамның бауыры өзін-өзі тазартатын жалғыз ағза. Ол 30-ға жуық биохимиялық функцияларды орындайды. Десе де, адамның күшіменен тазалауды қажет ететін кездері де болады. Ол кезде емханаға немесе шипажайға баруға тура келеді. Оған уақыт тапшы болса, кейде қаржы мүмкіндік бермейді. Осындайда бірнеше маңызды ережелерді сақтай отырып үйде бауырыңызға көмектесе аласыз. Біле жүріңіз, артық етпейді. Баршаңызға сәлем, құрметті көрермен. Сіздермен пайдалы кеңес арнасы. Бүгінгі видеомызда бауырды тазалауға көмектесетін керемет қарапайым әдістермен бөлісетін боламыз. Тақырып қызық болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Және видеоны соңына дейін көріңіздер. Бауырдың ең қауіпті жауы алкогольдік ішімдік. Оның құрамындағы этил спирті ақуыздың синтезіне, көмірсулардың өзгеруіне және эндокриндік компоненттердің жойылуына жауап беретін дене жасушаларын бұзады. Осыған байланысты бауырда созылмалы қабыну пайда болады. Кей жағдайда токсикологиялық улану мен дәрі-дәрмектердің әсерінен де бауыр ауырады. Дұрыс емес тамақтану да әсер етеді. Сіз шамадан артық тамақтансаңыз, майлы және тәтті тағамдарды жесеңіз, қарныңызды фастфудпен тойдырсаңыз, онда бауырға салмақ түседі. Одан бөлек метаболикалық бұзылулар, семіздік және вирустық аурулар да бауырға зиян екенін ескеріңіз. Отырықшы өмір салты да бауырдың жұмысын бұзатынын біле жүріңіз. Бауырдың шлакқа толғанын қалай білеміз? Егер теріде проблема болса, жүрек айныса, қыжыл және кекіру мазаласа, іш қатса, ауызға ащы дәм келсе, онда сізге бауырыңызды тазалауға тура келеді. Бауырды қалай тазалаймыз? Бауырды тазарту үшін дәрігерлер дәрі-дәрмек тағайындайды, арнайы диета ұсынады. Ал егер үй жағдайында бауырды шлактан, токсиннен тазартуды таңдасаңыз, онда мына кеңестерді орындаңыз. Дұрыс тамақтану. Тамақтану мәзіріңізді қайта жасауға тура келеді. Себебі тізімдегі қуырылған, тұзды, ащы және ысталған тағамдарды, консервілерді, күшті ет сорпаларын сызып тастаңыз. Оның орнына көкөністер мен жемістермен, қышқыл сүт өнімдерімен байытыңыз. Бұл тағамдар өттің ағуын жақсартады. Бауырға пайдалы азықтар: көкөніс, кәді, қырыққабат түрлері, асқабақ, қояншөп және қызанақ, көктер, аскөк, ас жапырақ, күнзе, ақ желкен, цитрусты жемістер: грейпфрут, апельсин, лимон, жеміс-жидек, алма, банан, құлпынай, інжір, жарма, кебек пен сұлы, өсімдік майы, күнбағыс, зығыр, зәйтүн және жүгері майы, сүт өнімдері: сыр, творог, йогурт, простокваша, қаймақ, көкөніс шырындары, сәбіз, қызылша және қияр бауырға өте пайдалы. Оларды араластыруға немесе бөлек ішуге де болады. Бір апта бойы күніне 2-3 рет жарты стақаны ішсеңіз, бауыр тазарады. Су ішу. Бауырды тазарту үшін сұйықтықты жеткілікті мөлшерде ішу керек. Күніне кем дегенде 2 литр ауыз су тұтыну ұсынылады. Дәстүрлі медицинадан көк шай мен шөп тұнбалары керемет көмектеседі. Шөптер жинағы: шайқурай, зверобой, жалбыз, мята жапырағы, алатікен, расторопшы жидегі, салаубас, бессмертник гүлі, бөрі қарақат, барбарис тамыры, қайың жапырағы, итбұрын, шиповник. Аталған шөп тұнбалар өтті айдап, бауырды тазалауға қабілетті. Су емі. Ванна мен саунада денеден токсиндерді кетіре алады. Шамадан тыс терлеу арқылы токсиндер жойылады және тесіктер жақсы тазаланады. Осылайша сіз иммундық жүйені нығайтасыз. Су емін қабылдаудан алдын жылы су немесе өт айдайтын тұнбаны ішіңіз. Сонда нәтижесі өзіңіз ойлағаннан да керемет болады. Физикалық белсенділік. Отырықшы өмір салты өттің тоқырауына себепші болады. Сондықтан спортпен айналысу және дене шынықтырумен айналысу маңызды. Көбірек таза ауада серуендеңіз, билеңіз, жүріңіз, жүгіріңіз. Күнделікті режиммен тыңғылықты ұйқы,
Тамақтану мен физикалық белсенділіктен басқа, жақсы ұйқыда бауырдың саулығы үшін маңызды. Бір уақытта ұйықтауға тырысыңыз, 6 сағаттан артық ұйықтаңыз. Бауыр ұйқы кезінде белсенді жұмыс істейді. Қандағы майларды кетіреді және улы заттарды шығарады. Ерекше белсенділік түнгі сағат 1-ден 3-ке дейін жүреді. Тазалау кезеңінде Е және С дәрумендерін, сондай-ақ антиоксиданттарды қабылдау ұсынылады. Қосымша заттардың дозасы мен қолдану ұзақтығын емдеуші дәрігер ғана тағайындауы керек. Бауырды тазартудың әдістерін қолданып көргеннен кейін сіз өзіңізді жақсы сезінесіз және терідегі өзгерістерді байқайсыз. Кімге бауырды тазалауға болмайды? Холецистит, панкреатит және гепатит кезінде бауырды тазалауға тыйым салынады. Оған қоса жүкті және емізулі әйелдерге жасауға болмайды. Дәрігерлер қызба мен жүйке аурулары, қант диабеті, жұқпалы және вирустық аурулары бар адамдарға да бауырды тазалауға рұқсат етпейді. Ендеше ауруды асқындырып алудан сақ болыңыз. Бізге керегі 400 мг су мен 150 грамм мейіз. Алдымен мейізді тазалап жуамыз. Ыдысқа қажетті суды құйып отқа қойыңыз. Қайнап шыққан соң мейізді салып 20 минуттай баяу отта қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң отты өшіріп ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Таңертең тұнбаны сүзіп алып, аздап жылытып ішесіз. Ескеріңіз, емдік қасиеті мол тұнбаны таңертең аш қарынға ішу керек. Сосын 30-35 минуттан кейін таңғы асқа отырасыз. Осылайша үзбей 4 күн жүргізесіз. Дегенмен екінші күннен-ақ керемет нәтижесін көресіз. Тұнбаны мейлінше түнде дайындағаныңыз дұрыс. Мейіз тұнбасының денсаулыққа ешқандай да зияны жоқ. Тіпті бір апта бойы ішсеңіз де болады. Бірақ ем кезінде майлы, қышқыл және алкогольді ішімдікті шектеу керек. Сұлы тұнбасы. 3 литр ыстық суға 1 стақан сұлыны салып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 10-12 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, 200 мг-нан ішесіз. Емді күніне 2-3 рет қабылдау керек. Термосқа 1 стақан сұлы, 3 ас қасық ұнтақталған ит бүлдірген жапырағы және 2 ас қасық ұнтақталған қайың бүршігін саласыз. Үстіне 4 литр су құйып, тұндырып қойыңыз. Ертеңіне мына тұнбаны әзірлейсіз. Ол үшін 1 стақан кептірілген ит мұрын және 2 ас қасық таранды спорш араластырыңыз. Оған 100 мг су құйып отқа қойыңыз. Ыдысты баяу отта 10-20 минуттай қайнатыңыз. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алыңыз. Енді 2 түрлі тұнбаны араластырып 100-150 мг-нан ішесіз. Емді күнде тамақтану алдынан қабылдаңыз. Емделу мерзімі 2 апта. Сәбіз шырыны. 2-3 дана сулы әрі балғын сәбізді шырынсыққыштан өткізіңіз. Оған қант қоспайсыз. Дайын болған шырынды 200 мг минералды газсыз сумен араластырыңыз. Дайын болған емдік сусынды өте жай ұрттаумен ішесіз. Емді күнде таңертең аш қарынға ішу керек. Емделу ұзақтығы бауырдың жағдайына қарай 3,5 айдан 8 айға дейін жалғасады. Ақ желкен тұнбасы. 1 бума ақ желкенді тазалап, жуып алып ұсақтап турайсыз. Оған 4 дана сулы сәбізді, 2 сабақ балдыр көкті және 1-2 дана лимонды қосып блендермен араластырасыз. Дайын болған сұйықтықты таңғы астың алдында ішесіз. Шөптер тұнбасы. Жарты литр қайнаған суға 3 ас қасық ұнтақталған ит мұрын, шиповник, бақбақ, адуванчик және қалақай крапива шөптерін саласыз. Ыдыстың қақпағын мықтап жауып, тұндыру керек. Сусын салқындаған кезде сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 3 рет ішіңіз. Енді тамақтанудан 30-40 минут алдын жүргізесіз. Бұл тұнба зат алмасуды жақсартады, өттің жұмысын реттейді, бауырдағы шлакты шығарады. Емделу ұзақтығы 1 ай. Араға 2 ай үзіліс жасап, емді қайта жүргізуге болады. Аталған 3 шөптің де атқаратын қызметі орасан зор. Ит мұрын зат алмасуды жақсартып, өттің шығуын тездетеді. Бақбақ бауырды улы заттан, шлактан керемет тазартады. Қалақай өттің тез әрі дұрыс шығуына ықпал етеді. Сонымен қатар өт жолдарын шлактан тазалайды.
Ендеше дәріханадан қолжетімді бағада сатылатын осы 3 шөпті алып, бауырды жуыңыз. Бауыр шлактан тазарса, ағзаның саулығын жақсартады, көңіл күйіңіз көтеріледі, иммундық жүйеңіз нығаяды. Міне, құрметті көрермен, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.